Сәлем құрметті көрермен, эфирде жасанды интеллект жобасы және мен Лиза Батырша. Қазіргі таңда жасанды интеллекттің мүмкіндіктері күннен күнге кеңейіп, ақпаратты жеткізу форматын жаңа деңгейге шығарып отыр. Я, тап солай. Қазіргі технологияның сіздің дауысыңызды, сыртқы бейнеңізді, киім үлгіңізді, тіпті бетіңіздегі ұсақ мимикаларға дейін дәл көшіріп, экранға сөйлете алады. Кей кадрларда шынымен қайсысы шынайы, қайсысы жасанды бейне екенін ажырату қиын. Бүгінгі бағдарламада біз цифрлық технологиялар саласындағы ең өзекті жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Жасанды интеллектпен қазір Қазақстанда өте жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Мысалға, бухгалтерия саласына кіргізіп жатыр қазір. Мен айтар едім, тек қана бухгалтерия емес, жалпы кадрлық жүйелерге де. Міне осыған да кіргізсе, бұл артықтық етпес еді. Мысалға, кез келген қызметкерді жұмысқа алудан бастап, өзіндік тәжірибесі бар, дамуы бар. Енді қателік жасаған болса, оған белгілі бір деңгейде шара қолдану бар. Міне осы дүниелердің барлығы, яғни қағазбастылық, арнайы бір мәтін жазудың қажеті емес, аты жөнін көрсету арқылы сізге автоматты түрде бұл жұмыстар жасап береді. Енді екінші тағы бір дүние бар. Бұл жерде жасанды интеллект біздің ісімізге, жұмысымызға кіріп жатыр. Екінші нәрсе бар. Бұл ертең жұмыссыздық деген нәрсені тудырмай ма деген сұрақ туындатады. Біз өзімізде университет болғаннан кейін, түрлі салаларда жұмыс жасап жатқаннан кейін іздейміз, қараймыз. Яғни бұл сұрақтың жауабы қалай болады деген. Бұған да түрлі тартыстар бар. Жұмыссыздық деген нәрсе бұл жерде болмайды. Мысалға, бізге дейінгі уақытында мысалы касса деген болған, әрбір мекеменің өзінің айлық беретін кассасы болған. Қазір ол сала жоқ. Бірақ ол саланың орнын бухгалтерлеріміз, экономистеріміз, немесе басқа да жүйелер, банктер тағысындағы уже ауыстырып жатыр. Керісінше, бұны бір мүмкіндік деп қарау керек. Неге мүмкіндік деп қарау керек? Бұл жаңа сала бізге келіп жатқан. Жаңа сала болғандықтан, бұны мейлінше жастарымыз бар, және жас емесі бар, үйрену керек, білу керек. Өйткені алдағы уақытта кез келген сала, кез келген жұмыс осы жасанды интеллектпен жасалатындығына еш күмән жоқ. Мысалға, машина жүргізу, ұшақты ұшыру, қондыру, немесе ауыл шаруашылық бойынша қазір уже Қазақстанға да енді келу бастады. Жер жыртудан бастап, төрт түлікті контроль жасау қырда жүрген. Міне олардың бәрі жаймен де келіп жатыр. Тек ауыл шаруашылығымыз бұл төтенше жағдай үшінде. Мысалы, төтенше жағдай үшін бұл өте керемет дүние болар еді. Мысалға, далада түрлі өрт болып жатыр. Өрт болып жатқан кезде міндетті түрде бір тұлға, яғни көріп, біздің төтенше жағдай, яғни құзырлы орынға хабарласпай-ақ, бұны автоматты түрде сигнал беру арқылы жасауға болады. Яғни ол қалай? Мысалы, бізде сергек деген дүние бар. Сергек қалай жұмыс жасайды? Сергек жолда жүріп келе жатқан автокөліктің нөмірін алу арқылы оның жылдамдығын анықтайды да, соның егесіне не істейді? Яғни сообщение жібереді, яғни сигнал береді. Сіз пәлен жылдамдықта келдіңіз, осылай болды деп. Енді бұны біз төтенше жағдайға ауыстырып көрейік, осы жұмыс істеу алгоритмді. Яғни қырда, тауда бір өрт болып жатыр. Яғни біз сергек сыртта тұр деп елестейік. Яғни сол жерде болып жатқан өзгерісті байқау арқылы бізге не істейді? Камерада ішінде, яғни программа, яғни сигнал береді. Яғни мынандай өрт болып жатыр, немесе мынандай бір өзгеріс болып жатыр. Міне осыны да пайдалансақ болар еді. Жасанды интеллект өзгерісі мен мүмкіндігінен Түркістандағы жастар да қапы қалып жатқан жоқ. Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің студенті жасанды интеллект арқылы адамның түрін танып, бұзақыларды бірден құрықтауға көмектесетін камера ойлап тапқан. Менің жобам нақты уақыт режимінде адам санын анықтау және адамды тану. Бұл жоба егер камераларға толық қосылатын болса, адамдардың қай жерде жоғалған адамды табу және де қылмыс жағдай болған кезде қандай адамдар кім ұрлады, соның барлығын танып білу, және де егер қандай да бір жағдай болатын болса, оқыс оқиғалар болатын болса, қанша адамды эвакуациялау керек екенін анықтауға көмек беретін жобалардың бірі. Менің проектім сергектен сәл жоғары. Сергек 25 кадр түсіретін болса, менде 28 кадр түсіреді. Менде тағы бір біздің осы проекті басталар кезде бізде тек басында адам санын анықтау бойынша жұмыс жасаған болатынбыз. Оны біз
эвакуация кезінде мысалға бір шоғырланған жерде қанша адамды шығарып құтқару керек екенін анықтау үшін жасалған болатын. Бірақ біз оны дамыта келе адамды тану, адамды басқа заттардан айырмашылығын, мысалға адамды ол қалай таниды? 2D, 3D адамдар болады, одан адамды қалай таниды? Адамның өзінің көзі болу керек, екі көзі, екі қасы, аузы, мұрны, сол барлық айырмашылықтар арқылы таниды. Каждый точка, мысалға бір адамда 4028 точка болады. Сол каждый точканы анықтап қойған кезде ғана ол адам екенін растап, сол адамды таниды.